Сәлем, достар. Салам алейкум. Бүгін бізде маленький авторкасын сразу айтып береміз. В общем, олар кетіп баратқан кезінде өздерін әкеліп білем екендігін айта салады. Сосын Сач екеуінің оқиғасын көрсетеді. Ол екеуінің оқиғасында Сач оған айтып жатады. Соғыста кенеттен чорт пайда болады. Десінде ол чорт емес дейді де оны айырып жібереді. Сосын олар Эйсті құтқаруға келеді өзінше болып. Сосын Эйсті бақырып жібереді. Сосын Эдвард Ньюгет бәрін айырады. Сосын Луфиді бәрін ұмытып кетеді. Хэнкок өзінің кілт біле береді. И потом ол өзі кетеді. Бір талбүйіп келеді. Белоусқа пышақ тығып алады. Сен кімсің дейді. Бәрі талпайып қалады. Мына жүгіріп келе жатқан адамға қарайды. Барлығы оған атпақшы болған кезде Гарпқа кететін болғандықтан ол болса анау мына деп айтады да. Сосын Гарп ұрайын деген кезінде естеліктерін есіне салып Луфидің ударын жек қалады. Сосын олар жерге құлап бартқан кезінде свечкалы адам оның айтқанын тыңдайды да ол бәрін істейді деп өздерінің не короче айтқанда воздушный шар жасайды да біздің төбелеске Эйс кіреді және де ол жақта Ваги Майнкрафт көріп атады да. Сосын олар жолда қашып бара жатқан кезінде жолдарынан Акаина шығады. Сосын ол келеді де нахуй не нахуй дейді де төбелеседі. От пен лавадан тек қана лава пьес. Оттан айырып жібереді де енді Луфиді өлтірейін деген кезінде Эйс өліп қалады. Бәріне вахуй болғандықтан да ол өліп қалады да. Марко да қорғай алмай қалады да. Деп құлайды да. Соңына қарай Ньюгетқа бәрі жабылады. Өшім айтқанда Белоусқа. Сосын Белоус ақында өліп қалады. Сосын оның арқасында шырам жоқ. Байқасаңыздар. Сосын жолдан Ло келеді. Дәрігер, доктор, адамдарды өлтіріп айтсынды. Ол келеді Луфиді әккендіреш дейді. Сосын ол жерге бір черный қаспа, черный шашпа біреу келеді. Ол кіммен төбелеспейді. Ол өзі Белоус пен Эйстің денесін алып кетеді. Бәрі қайсы болып жатқанмен сен Гоку вирус алайшы дейді. Сосын олар отырады. Сосын вампир анимасы бізде аяқталады.